Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы сақтар Македонский әскеріне қалай төтеп берді? Сабақтың мақсаты Александр Македонскийдің сақтарға жасаған жорығын сипаттау, сақ батыры Спитаменнің ерлігімен танысу, сақтардың елі мен жерін қорғаудағы ерліктерін анықтау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Шырақ батырдың ерлігі, ержүрек сақтардың отансүйгіштік қасиеттері. Оқушылар, ең алдымен біліміңіз сайтын пайдаланып, сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Александр Македонский біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы Македония орталығы Пеледе дүниеге келген. Оның әкесі 2-ші Филипп ежелгі Македон елінің патшасы болған. Александр Македонский 13 жасынан Аристотель ғұламадан дәріс алған. Өскеннен кейінде жорықтардан оралғанда алдымен ұстазына, содан кейін ғана ата-анасына сәлем беруге баратын көрінеді. Мұның сырын сұрағандарға ол: «Ата-анам менің аспаннан жерге түсуіме, дүниеге келуіме себепкер болса, ұстазым жерден аспанға, яғни жәннатқа кіруіме себепші» деп жауап берген екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдың 30-шы жылдары гректер сақ жеріне қауіп төндіреді. Александр Македонский, Ескендір Зұлқарнайын бастаған грек әскерлері Орта Азияға басып кіріп, Сырдария өңіріне қарай аттанады. Жеңілмейтін әскер атанған Александрдың қалың қолына сақ тайпалары төтеп беріп, алға жылжуларына кедергі келтіреді. Грек-Македон басқыншыларына қарсы күресті Спитамен атты сақ батыры басқарған. Ол 3 жыл бойы Македон әскеріне қарсы партизан соғысын жүргізеді. Ежелгі грек тарихшысы Ариан қолбасшы Александр Македонскийдің Сырдариядан жүзіп өтіп, сақтарға қалай шабуыл жасағаны туралы жазады. Күннің ыстығы, сақтардың жиі-жиі шабуылдауымен соғысу тактикасы гректерді әбден қалжыратады. Сөйтіп, Александр Македонскийдің Сырдарияның арғы бетін мекендейтін сақ тайпаларын бағындыру үшін жасаған жорығы сәтсіз аяқталып, кері қайтуға мәжбүр болады. Сақтар оның ұлы далаға қарай жүретін жолын бөгеп тастайды. Абай Құнанбайұлы Ескендір поэмасында былай деп баяндаған: «Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады оңды солды». Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда гректер сақ жеріне жойқын шабуылдар жасағанымен сақ тайпаларын бағындыра алмады. Еуропалық патшалықтар түгілі Азияның өзінде сақтарға қарсы келетін бірде-бір халық болған жоқ. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: берілген мәліметтердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Бірінші: Александрдың әкесі Филипп патша болған. Ақиқат немесе жалған? Дұрыс жауапты таңдайсыздар. Екінші: Спитамен грек қолбасшысы.
Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдайсыздар. Үшінші, Геродот Александрдың ұстазы болған. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдайсыздар. Төртінші, Спитамен Македон әскерімен 4 жыл бойы соғысқан. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдайсыздар. Бесінші, ежелгі грек тарихшысы Ариан Александр Македонскийдің Сырдариядан өтіп сақтарға шабуыл жасаған жайлы жазды. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдайсыздар. Алтыншы, күннің аптап ыстығы, сақтардың жиі шабуыл жасауы және соғысу тәсілдерінің күштілігі гректерді әбден әлсіретті. Ақиқат немесе жалған, дұрыс жауапты таңдайсыздар. Сонымен бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма мәтінмен жұмыс немесе тарихи диктант. Яғни оқушылар осы жерде керекті сөздер берілген, осы керекті сөздерді пайдаланып, бос орындарға қоясыздар дұрыс сәйкес жауабымен. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.